Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат. Мынау енді бүгін Пендеміз ғой ток-шоуының бұл шыққан уақытына бір жылдай уақыт болып қалды. Қиямет қайымдық әмірді алып келдім. Енді бұл қаншалықты деген жеріне жеткіздік, жетті десе де тас түскен жерін ауыр дейді. Осынау ұлы далаға келіп түскен дүние, оның бәрін шет жағасын айтқан. Мен енді осыған орай ешқандай бір жылдан кейінгі нәтиженің өзі былайша айтқан кезде әлі нақты бір несін бере алмай жатыр. Мынау кейбір амал иелері адасу үстінде әлі, бұның әлі толық мәліметі, толық сырлары ашылмай тұр, оған мүмкіндік те болмай тұр. Соған орай енді мен өзім жалпылама тікелей немен кіріскелі отырмын. Енді ашу керек болып тұр біраз нәрселерді. Бұл енді әңгіме өзегін неден бастасақ болады? Мәселен, мынау Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз Алла елшісі болғаннан кейін, осы Құранның әмірі мен қиямет қайымдық әмірі келіп жеткеннен кейінгі жағдайда қалған сырларды қалай ұғынуымыз керек? Мынау қиямет қайым келген кезде жұмақ пен тозақ айырмасына бөлінесіңдер деген. Сосын кейін мынау бағдарламаны игеру, адам басымен жүйеленген бағдарлама екендігін ұғыну, оның ақиқатын көру деген сияқты мәселелер тұр алдыда. Бұл енді сонау 1400 жыл бұрын жүйеленген бұл кітаптар қазір енді 21 ғасырдың, былайша айтқан кезде сол замандағы 21 ғасырдың тағдыр жүйеленген дүние болып отыр. Бұны екінің бірі біле ма, білмей ма, о жағын айта алмаймын. Бірақ осы тұрғыдан келгенде маған берген жауаптар өздерінің дәлелдік көрсеткіштері болып саналады. Яғни қияметке дейін адам баласы не бітірді, не қойды, не істеді? Мінекей соның енді нәтижесін сұрауға келіп отқан жан ретінде мен соны айтып жеткізгім келеді. Енді бұл жерде көптеген амал иелері мынау о дүние, жұмақ, тозақ дегендердің бәрін жердің астына көміп қойып, ақиқат өлім индексі бойынша іздеп жүрген жайлары бар. Негізі олай емес. Ақиқат шындығы бұл о дүние, жұмақ, тозақ дегендердің бәрі бұл көз алдымызға қойылған, адам басымен жүйеленген бағдарлама негізінде цикловой переходтық жүйе арқылы жасалған. Енді осы орайда осының құпия сырларын ашу керек болып тұр. Мысалы үшін айталық, жаңағы мынау Паплюсу дейді, бұл жын пайғамбары Исаның атымен жіберілген. Бұл жерде мен формула түсіріп отырмын, 3 формула. Яғни 4 + 7 = 11 красный дейді, обвенчанный смертью. Өлімге жаратылғандар, смертные дейді. Сосын 4 + 7 = 11 жасыл, бессмертные дейді. Бұл бессмертный емес, смертный дегендеріңіздің өзі осы мына Иса пайғамбардың атыменен түсірілген. Одан кейін 3-ші формула бар, сары. Ішкі фактор бойынша бұл үшеуі де 4 + 7 = 11, сары подготовительный дегенді білдіреді. Енді бұл жерде мен айтып өткенімде жаңағы мынау мемлекеттік бағдарламаға стоп қойылып, бұның действиясы бұдан ары қарай уже Паплюсу. Яғни оң қанаттық жүйе арқылы Ықылас сүресіне беріліп отыр бұл жасыл белгі. Оның себебі, мәні қандай? Бұның себебінің, мәнінің болатын себебі, айтып өткенімде мен жаңағы перегонка измерения дедім, человеческое измерение. Бұлар кәдімгі бессмертный, Ықылас сүресіне арналған технологиялық процестер формула арқылы арттырылып, планетаның тағдырын шешу үшін жасалған. Бұл жасыл белгіге ақша жүрмейді. Действиясы бесплатный, яғни тегін. Яғни бұл жердегі негізгі мәселе бұл Иса пайғамбардың атымен түсіп отқан себебі, мынау адамзат алдындағы Құдай әкенің, көктегі Құдай әкенің алдында құн өтелгеннен кейін, адамзатты құтқарғаннан кейін, бұның атымен жіберілген, өмірге келген технологияны ақшаға айландырып, бизнес салуға болмайды. Бизнеске айландырып, ақша табуға болмайды. Өйткені бұл пайғамбардың атымен жіберілген бұл ілім, білім, шариғаттан кейінгі тарихаттық ілім деп аталынады. Яғни, Иса пайғамбардың ілімін игеру, осы мынау жаңағы амал иелері үшін планетаның жағдайына негізделген.
Бұлардың қозғалысының бәрі тегін, сосын амал дәптеріне жазылады. Амал дәптеріне. Яғни иман келтіру деген сөздің негізгі несі бойынша, бағыты бойынша жасалған. Иман келтіру дегеніміз ішкі фактор менен сыртқы факторды үйлестіру. Яғни мұндағы амалдарда жүйелеп көзге көрінетіндей, яғни шайтан мен жынның ортасында қойылған фактордың негізінде соның көрсеткіші болып табылады. Мысалы үшін айталық, мынау ақша дегеніміз, бұны шайтанның тілі дейді. Яғни қазіргі жағдайда мынау мемлекеттік индекс, бұның материальный дүниенің қожайыны ретінде бірдің мәніне беріліп, жалпылама әлем қазір минусқа кіріп тұр. Енді осының плюсін шығарған кезде шайтан мен жынның арасында қойылған бұл кәдімгі перде сияқты болып тұр. Сонда мынау жұмақ пен тозақ айырмасының негізгі уже көріністері өзі көзімізге көріне бастайды. Кімдегі осы мына Иса пайғамбардың атыменен сосын иман келтіру, яғни плюс бағыты бойынша тегін жақсылық жасау, солардың несін көрінісі амал дәптерге жазылу арқылы бұның негізгі несін блок ислама дейді. Несі? ДНК, блок-база ДНК для блок-база ДНК мир ислама дейді, для мир ислама дейді. Осының оң қанаттық негізгі несі бойынша бұл кәдімгі архивтік нелер, дәптерлер ашылу керек, нелер ашылу керек, амалдар үйлесу керек, бұның өзінің орталығы ашылу керек, кәдімгі көзге көрінетіндей болып тұру керек. Ал енді кімдеген бұл позицияны, плюсовой позицияны ақшаға айырбастаса, бұлар смертный болып саналады, красный. Яғни қан бөлігі болып саналады, бұл енді рухтану программасына сәйкес өзі солай үйлестірілген. Сонда осы екі позицияның көзге көрінбеуі, бұның жай ғана тілде қалып қалуының негізгі несі бойынша адам баласы әлі күнге дейін бұның не екенін білмей жүрген жайы бар. Енді бұл жерден нақты бір несі, мынау не? Ақиқат өлім менен жалған өлім бек, бұлардың өзі екіге бөлінеді. Ал ақиқат өлім деген ол жердің астында көмілген мәселе разоединение дейді. Разоединение деген сөз ыдырау, 12 мүшенің ыдырау бөлігі, бірақ микробиологиялық функцияға берілгендіктен ол жерде тек қана мына жаңағы красный белгісіменен освобождение души дейді, оның дәлел ретінде көрсетеді. Енді бұның жаңағы несі бар? Жалған өлім деген бұл жердің бетіндегісі. Оның өзі 3 факторға бөлінеді. Біріншісі мынау қыз баланың жекелей индекстік көрінісі. Бұны жәннат дейді. Қыз бала жәннаттық деп айтылады ғой. Сонда мына қыз баланың жәннаттық болатын себебі немен байланысты? Аталмыш блок ислама, блок база ДНК мир ислама деп аталынатын жаңағы мүшені жинау, ДНК-ны құрастыру негізінде жүктілік процесін атқаратын болғандықтан қыз баланың екі міндеті солай аталынады. Біріншісі мынау жаңағы Ықылас сүресіне бойынша жұмыс жасау, екіншісі өзінің ұлттық генетикалық коды бойынша өзінің ұлттық мәселесіне жұмыс істеу. Жекелей секторда оны жын үлес, шайтан үлес деп аталады негізі. Біріншісі құжаттамалық әдіспен беріледі, куәлік ретінде жаңағы мына Құранда айтылып тұр. Екіншісі Иса пайғамбардың атыменен формула арқылы оны жын үлес дейді, бірақ негізгі несі анау несі ықылас. Бұл о дүние деп аталынады, ықылас комплексі. Жасыл белгідегі. Сосын кейінгісі қыз баланың жүктілік процесіндегісі, ол да о дүние деп аталынады. Үшіншісі түрме. Бұл да о дүние деп аталынады. Міне сонда бұлардың негізі о дүние дегеннің негізгі мағынасы нөлден бастау тіршілікті, жаңадан бастау, немесе құрықталған, тыйым салынған деген мағынаны білдіреді. Осы негізде бұл терминологиялық әдебиет бойынша осылай жасалған. Терминологиялық әдебиеттің қолданысы негізінде ата-бабаларымыздың негізгі өткен өмірде бұл мына Иса пайғамбардың өмірге алып келген технологиялық измерение көзге көрінбегендіктен бұлардың бәрін ақиқат өлімнің индексіне тіркеп тастаған. Сосын кейін осылай кете берген бәрі бұл бір индекспен. А егер оны ажыратып жаңағыдай екіге бөліп мына Құранның өзінің бағдарлама мәніменен анықтайтын болса, бұлардың бәрі осындай көрініс береді. Осындай жақтары бар. Жаңағы мынау не дейді? Барзақ өмірі дейді. Түрмеде ona Құранда мәліметтері бұлардың бәрі айтылып тұр. Жаңағы айтылады. Барзақ өмірінде болу. Сендерге неде арнайы темір торлар, кісендер, тозақ отын дайындадық дейді. Міне бұның разработкасы түрме болып саналады.
Одан кейінгісі мынау ықылас, ол тумаған, туылмаған дейді. Олардың туылмаған, туылмаған дейтін себебі бұл ықылас комплексіменен жетімдердің тәні байланған. Бұнымен қияметке дейін жетім балалар сынақтан өтті. Ендігісі мына технологиялық процесс амалдарды үйлестіру негізінде бұл уже закрытый болып кетеді. Қазіргісі разработкасы детский дома деп жүрміз, балалар үйі деп. Бұлардың да несі уже мына по плюсу не болып кетеді. Планетарлық мүшені жинайтын кімдегі амалға кірсе, олардың сол мүшені жинау негізінде соларға жасалған жағдай деп білу керек. Үшіншісі бұл жекелей түрдегі носители биологической конструкции дейді. Яғни носители биологической конструкции деп отқан қыз балалар, ішкі факторлық жүйе. Ал енді олардың жекелей амалының өзінде екі міндет болып саналады. Сондықтан сондай түрлері бар. Бұлардың жын үлес, шайтан үлес, жаңағы формула арқылы бұлардың технологиялық процестерінің негізгі жүйесі сондай.